Сәлем. Бүгінгі біздің күн Нұралиді тренировкаға апарумен өтеді. Қазір сағат 11-де ода таэквондо басталады. Соған кетіп бара жатырмыз. Қазір қысқаша түсірем. Нұрали тренировкадан қалғанына уже бір неделя және бір күн болды. Біз Талдықорған қаласына барған кезде бұл бармай қалған. Содан енді бара жатырмыз. Көреміз бүгін қалай болады екен. Біз автобус күтіп тұрмыз. Үйден тренировкаға дейін автобуспен бір где-то 5-7 минут қана жүріп барамыз ғой. Неге? 11 болып кетсе не болады? 11 болып кетсе басылып кетеді, конечно. Жоқ, сағат 10:30. Әдейі ерте алып шықтым ғой. Қаяқта алып шықтым? Бір апта тренировкаға бармаймын деп, үйде жатып үйреніп қапта түске дейін ұйықтап. Иә? Нұрали? Мен Нұралиді тренировкаға барып тастап, өзім соңға барып шықтым. Эцп ключ аштырып. Эцптің жабылып қапты, алдында мектепке барғам ғой, әдеміні бірінші сыныпқа тапсырайын деп сөйтсем. Эцптің уақыты бітіп кетіпті. Ал өзім үйден ашсам эцптіні дұрыс емес деп жатыр. Сонымен соңға барып келе жатырмын. Қайда қойдың? Сол жерде тұр ғой. Потом. Нұрали, магазинге кірмейміз. Бұл обязательно тренировкадан шықса, магазинге кіру дәстүрге айналған ғой. Нұралидің любимый магазины. Бұл не? Чипсы ма? Өзің не аларың білмей тұрсың ғой. Үйге келіп алдық біз. 11-ден 12-ге дейін болды ғой тренировка, сағат 12-ден кетті. Всем пока-пока. Келесі көріскенше назарларыңызға көп рахмет. Тіркелуді ұмытпаңыздар.